Уағызды айтып барасыздар ма үйге? Әлде забордан шыққаннан кейін қап кете ме анда уағыз? Дәріске келгенде қаламмен келу керек. Алла Тағала Құранда анша нун уәл қалами уәма ястурун дейді. Алла Тағала қаламмен ант ішіп жатыр. Қиямет күнге дейін ол қалам қалады. Жазу керек. Бүгін дәрістен түсінгенім осында, үйге барып оқып беруіміз керек. Мына кітаптар немен келді, мына кітаптар? Имамдар соткаға жазған жоқ қой? Диктофонмен. Параққа жазды, тереге жазды, тақтайға жазды. Содан жетті. Не қалдырасың ұрпағыңа? Ертең немерең айтып отырады да, о, менің атамның айпаты болған деп жаңа. Сонда біраз уағыздар жазылған еді, сынып қапты дейді. Жазу керек. А сен жазып артыңда қалдырсаң, ертең немерең шөберең айтады, мына менің атамнан қалған тетрат дейді. Мына дәрісті орталық мешітте алыпты, бәлейінші күні дейді. Мә 2 хадис жазып кепті дейді. Керемет оқыған ол кісі дейді, ғалым болған дейді. Суды теріс ағызатын деп қосып қояды сосын. Қазақпыз ғой, қосып қоямыз қар жағын. Не қалдырасыздар сіздер? Айтып қояйын, қазір мынау соткаға жазып отырсың, анау сынат бітті. Бітті ғой. Бұл интернет, ютубта тұрған, сайттарда тұрған, бұның барлығы орыстар мен ағылшындардың қолында тұр интернет, космос соларда. Қазір интернетті сөндірсе бар ғой, ешбір ұстаздың уағызын тыңдай алмай қаласың сен. Кім пайдалады? Соны жазып, қағазға түсірген адам ғана сақтап қалылады ол уағыздарды. Сен жатқа айтып бере алмайсың Арман ұстаздың өткенде кеп айтқан уағызын. Қан айтып беріңіздер, айтамайсыңдар. А кім жазды, кім қағазға түсірді Арманның уағызын? Сол қалды үйінде тұр тетрадта. Интернет сөнбек түгілі құрып кетсе де, ол уағыз қалды, оның ұрпағына кетеді. Қазір сеніп отырмыз біз мына техникаға. Қазір мынау сөйлесіп отырған біздің ана активіміз бар, басқа бар, тоқтатып қойсыншы, болды ғой, сен ешкіммен звондаса алмай қаласың. Немереңе не дейсің сен? Мен негізі көп уақыт жазғам дейсің ба? Бірақ ана орыста сотканы сөндіріп тастап интернетті оңбағандар деп. Содан айылып қалдым деп отырасың да. Егер қазір интернетті тоқтатса, қанша жамағат діни сауатсыз болып қалады. Неге? Өйткені 99% жамағат дәрісті жазбайды. Уағызды жазбайды қағазға. Сіз ойламаңыздар, Алла Тағала тектен тек қаламмен. Алла Тағала соткамен, интернетпен ант ішкен жоқ, қаламмен ант ішті. Мына немен келді? Қағазбен келді, жетті бізге. А о кісі жазбағанда қалар ма еді? Ауыз екі жүрген хадисті сақтап, Бұхари не істеді? Қағаз бетіне түсірді. Имам Муслим қағаз бетіне түсірді. Имам Абу Дауд қағаз бетіне түсірді. Имам Тахауи ақиданы жазды қағазға отырып. Сол сақталып, шіріп келді бізге. Біз соны түсіріп алып атырмыз қазір. Жазу керек, жазуымыз керек. Қандай ұстаздың уағызы бар, тетрадыңды алып кел, не қандай хадис айтты, түсінген жазып, сызып ал, керек емес оның барлығын жазу. Міне сол кезде біз ұрпаққа ілімді дұрыс қалдыра аламыз. А ол не? Интернетте отырған не бір діннің дұшпандары бар. Қазір Фейсбукқа бір негіз жоқ хадисті жазып жүреді. Оны аласында пытырлатып таратасың сен. А оның негізі бар ма? Ол дін дұшпаны қолдан жасап отырған шығар оны. Қайдан білесің сен? Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Кафа бил мар'i казибан ан юхаддиса куллу масами". Мұсылманның кәззап, суайт, өтірікші болуына жеткілік дейді. Әрбір естіген нәрсесін айта беру дейді. Ана Фейсбукта, WhatsAppта келген хабардың анық қанығына жетпей тарата бермеңіздер ешқайсысын. Кәззап болып қаласың. А мүмкін ол біреу өтірік отырып жазсаған шығар дейді. Фитна жаратар үшін, бүлік сау үшін, жаңағы бір не тудыру үшін. Сондықтан мұсылман сауатты болу керек, байсалды болу керек. Қараш, ана бір қарайым, Фейсбукты кірмейді емес, кіреміз. Не айтылып жатыр, жаңалық не болып жатыр? Қарасаң, ана бір дүниеви, бір өсиет, бір саясат туралы нәрселер түседі. 100 мыңнан асып кеткен просмотр. Ал енді бір жақсы уағыздар түссе,
2000, 3000, 500, 400 ғана. Сол Фейсбукта 300-400 ғана намазхан отыр деп ойлап тұрсыздар ма? Жоқ, көп. Көрдіңіздер ме? Біздің өзіміз қазір бір өсиет сондай бір жарияланса, соған құмартып тұрамыз да. Соны таратамыз ұрып сосын жаңа. Одан да уағызды тарату керек. Уағыздарды жіберуіміз керек. Мынаны тыңда, толық тыңдап шық. Қазір бізден талап етеді, сіздің 1 сағаттық уағызыңыз ешкім тыңдамайды дейді. 15-15 минуттан қияйық дейді. Жаңағы 5-5 минуттан қияйық дейді. О не істейді сосын, ана 5 минут жерінде жаңағыдай әйелді ұру керек деген жерін қиып алады. Сосын айтады, Ризабек айтып жатыр, әйелді ұруға болады деп жатыр. Ой, ана уағызды басынан бастап аяғына дейін тыңдасай. Сосын арыз жазады жаңағы. Мына Ризабектің уағызын тыңдағаннан кейін мені күйеу мұра бастады деп айтады дейді. Мен айтам, күйеу уағыз дұрыс түсінбесе мен кінәлімін. Көрдім, ана интернетке жазып жатыр. Оның өзін толық тыңдамайсыздар қазір жамағат. Үзет, ана сондықтан мына Айбек бауырларымызға Алла разы болсын, кейде айтады, ұстаз дейді, біз мына қиямыз дейді. 5 минут, 10 минуттық дейді. Өйткені қазір жамағат тыңдамайды дейді, 15 минуттық, 30 минуттықты дейді. Не керек сонда сіздерге? Онда бүйдек пайғамбар дүниеге келді, осындай жылы, осындай айды, осындай. Өлгенін айта салайық. Сонда өзі 2 минуттың ішіне сияды. Оның арасындағы керегі не онда тыңдамасаңыздар. Сүт анасы кім болған, ол қалай емізген, Халима қандай жағдайда келді, қандай мәжбүрлікпен алып кетті. Көрдіңіз бе? Сондықтан ілім, Алла тағала тектен-тек иқра бисми раббикаллази халақ деген жоқ, сіздер ойлап қалмаңыздар. 114 сүрені түсіргісі кеп, иқрадан Алақ сүресінің 5 аятынан түсіре салған жоқ.